Жақсы сөз жарымырыс. Әлемде Луиза Хейді білмейтін адам кем шығар. Бәлкім. Өз оқырмандарымның арасында да оның кітаптарын жастана оқығандар баршылық. Олай дейтінім, ойыңды өзгертіп, өміріңді өзгерт атты кітабым туралы пікір білдіргеннің көпшілігі мұның алдында Луиза Хейдің еңбектерін оқығанын айтады. Бірақ кейбірі қабылдай алмаған, енді біреулері түсінбеген, тіпті сенбегендері де ұшырасады. Жалпы оқырмандарының бұлай күмәнмен қарауының негізгі де жоқ емес. Оның басты себебінің бірі Луиза Хейдің кітабы сияқты психологиялық еңбектердің қазақ тілінде жоққа тән екендігі. Қолыңызда кітап әлемнің көптеген тіліне аударылып, 50 миллион данамен шығарылған туынды. Енді міне қазақ тілінде жарық көрді. Тілі жатық, әдемі аударылыпты. Бұл кітапты арасында менің өмірімді өзгертті. Мен өмірімнің өз қолында кітабын оқу арқылы нақты нені үйрендім. Өмірім қалай өзгерді. Енді осы және өзге де кітаптарда сөз етілген қағида, құндылықтар туралы ойымды бөлісуді жөн көрдім. Тағы да қайталап айтайын. Бұл өмірімді ізгілікке қарай күрт өзгертіп, психология атты әлемге алып келген кітап. Бүгінгі таңда қазақ қоғамына жаңалық болып келген, кей ретте дау туғызып жатқан аффирмация туралы алғаш Луиза Хейдің кітабынан оқыған едім. Өмірімнің өзгеруіне орасан зор әсер еткен дүниелердің бірі де осы аффирмация. Аты өзгеше болғанмен, аффирмация дегеніміз күнделікті айтып жүрген сөзіміз. Өз басым Луиза Хейдің кітабын оқығанға дейін ойыма, мінез құлқыма, сөзіме онша мән бермеппін. Өмірде болған жайттың бәрі әу бастағы ниетіме, тікелей сөзіме байланысты екенін маған бұрын ешкім айтпапты. Бұнда қандай жағдайға тап болсам да тек жақсы сөйлеймін. Халқымыз жақсы сөз жарымырыс деп бекер айтпаған ғой. Аузымнан шыққан әрбір сөз болашағыма егіп жатқан егінім. Тағдыр талайымның дәні екенін түсіндім. Сондықтан қазір әр сөзіме мән беремін. Абай атамыз сөз түзеледі, тыңдаушы, сен де түзел демей ме? Аффирмация өміріңді өзгертеді дегенді түсінбейтіндер көп. Ойыңды түзе, ойың түзелсе, сөзің де түзеліп, көңіл күйің де жақсы болады. Шалқар шабытқа бөленген. Шадыман шаттықпен шуақтаған адам тау қопарады. Яғни көңілің көтеріңкі болса, әрекеттің әлеуетті һәм дұрыс болады. Сонда барып өзің қалаған нәтижеге қол жеткізесің. Мен мұны алғаш рет 33 жасымда білдім. 33 жылдан бері бойға сіңірген әдетті өзгерту. Әр сөзіңді пайымдай саралап, парықтай, іріктеп, әдебің мен әлеміңді жақсы жаққа өзгерту қажырлы еңбекті талап етті. Шынын айтқанда сөзімді өзгерту, тек жақсы нәрсе айтуды әдетке айналдыру ең қиыны болды. Өз сөзімді өзгерту арқылы өмірім өзгерді. Ол туралы кітабымда жаздым. Ендеше маған не берді дегенде алдымен бұл кітап айтар сөзімді байыптап, дұрыс сөйлеуді үйретті. Бұлай қарағанда өмірде өкпелеткен адамдарды кешіріп, ешкімге ренжімеу керегін баршамыз білеміз. Алайда сол баяғы қалыптасқан мінез, таптаурын ойлау дағдымыздан аса алмай, оны тек айтыла салған насихаттай үстірт қабылдап,
қаперсіз жүргетініміз бар. Өткен өкпе реніштің өміріме мұншалықты теріс әсері барын бұрын мен де білмедім. Шынында маған ешкім тереңнен қазып, таратып, талдап, түсіндіріп айтпады да. Жанашыр жұрт, қой, ренжіме, кешір. Сенің жасың кіші болмаса, сен үлкенсің ғой, кешіре сал деп қысқа қайырды. Ал оның астарында үңілдік пе? Сонымен мен өзімнен бастап бәрін кешіріп, өткеннің ауыр жүрегін арылдым. Кешіру, өткеннен арылу, бүкіл жақсылықтың есігін ашатынына өз тәжірибем арқылы кепілдік беремін. Кешір, бәрін кеш. Өткенді ойлап, өкінішпен артта қалған күндерге жиі оралу, ағаш кескенде жерге төгілетін ұнтағын қайта аралаумен тең. Сондықтан өткеннің тіпті керемет болса да жөніне жібер. Ал енді кешірім десе, әдетте тек өзгелерді ойлаймыз. Шындығында өзіңді кешіруде ерік жігеріңді талап ететін ауыр жұмыс. Өзіңді, өзгені де кешіріп, өткен шақтың еңсені басқан зіл мауыр салмағынан арылсаң, уақыт өте келе ешкімге ренжімеуді үйренесің. Ешкімге ренжімесең, рахаттана өмір сүресің. Сөйтіп, екіншіден, бұл кітап бәрін кешіруді, бар жауапкершілікті өз мойныңа алуды және өткеннен арылып, бүгінмен нақ осы шақта өмір сүруді үйретті. Бұл туындыны оқу арқылы өмірімде өте алғаш рет өзімнің ішкі әлеміме түрлі жолмен үңілдім. Соның бірі айнамен жұмыс істеу. Өзімді тану үшін айнаның алдына барып, өз көзіме алғаш рет үңіле қарадым. Өмірде әртүрлі адамның алдына барып, көзіне тік қарап тұрған сәттерім көп болыпты, бірақ өз көзіме осылай қадала қарамаппын. Менің кітабымды оқыған қаншама адам айна алдына өзімен бет-бе-бет кездесті. Қарап тұрсаң, қарапайым дүние, күн сайын айнаның алдына онсыз да бірнеше рет барасың. Тіпті қанша рет айнаға қарағаныңды білмей, санаңнан шатасасың. Басында мен де солай ойладым. Мендегі бүкіл шындық көзімнің ішіне, жанарымның тұңғиығына жасырылған екен. Сізде де солай. Сыртқа шыққанда ғана жұрт көзіне әдемі көріну үшін бет әлпетімді әрлеуді емес, Луиза Хейдің ерекше жаратылысым мен сұлулығымды көру үшін айнаға қарауды үйретті. Осылайша айнаға қарап өзімді жақсы көруді, еркелетіп мақтауды, бар жақсы сөзді алдымен өзіме айтуды, әрі өзімді бағалауды ұқтырды. Бұл жаттығуым өзіме деген жаңа көзқарас қалыптастырып, өмірімді жақсартуға жасаған алғашқы қадамым болды. Қолыңыздағы кітап білімге қарай бет бұрғызады. Өзіңіз білетіндей, білім үлкен ізденіске апаратын жол. Өмірді әркім әртүрлі қабылдайды. Талғамға талас жоқ. Демекші, бір кітапты қанша адам оқыса, солардың әр қайсысы оны әр қалай қабылдайды. Кезінде мен де өзімше қабылдап, өзіме керегін алдым. Кітаптан алғанымнан белгілі бір нәтиже шығарып, өзгелермен ой бөлістім, тәжірибе алмастым. Кітабымды оқыған кез келген оқырманым өмірімнің өзгеруіне себепкер болған Луиза Хейдің еңбектерін сұрап, іздеп, тауып, орысшасын оқып жатады. Бүгін көпшілік іздеген сол кітаптың қазақша нұсқасы шығатынын естігенде, ізгі бастаманы қуана құптап, жылы лебізімді білдіруге келістім. Қолыңыздағы кітап оқып, одан өзіңізге керек кеңесті көкейге тоқып, іс жүзінде қолданып
пайдасын бір кездегі менен артық алатыныңызға сенімдімін. Тақырыпқа тікелей қатысты болғандықтан ойыңды өзгертіп, өміріңді өзгерт атты кітабымды туралы жоғарыда қысқа нұсқа айтып өттім ғой. Бұл жерде сіз ілімнің ілкі көзін, барлық мәселенің мән-жайын толығымен Луиза Хейдің өз аузынан естисіз. Сонымен бірге кітап барша оқырман қауымның көңілінен шығатынына сенімдімін. Негізінде бұл кітапта бәрі білетін қарапайым дүниелер мысалмен жазылған. Осы нақты нұсқауға сеніп, жақсы өмір, жарқын өзгерістер үшін қам жасай жүріп, қазіргі уақытқа дейін бір нәрсе анық көз жеткіздім. Кез келген ұлы жеңіс жолы қарапайым дүниелерден алға ұмсынып, қаз-қаз басқан адамдардан тұрады екен. Ойымды қорытып айтсам, ата-бабамыздан сөз артылған ба? Біздің қазақ бәрін білген, не бір күрделі ойды бірақ ауыз сөзбен түйіндеген. Егер әттең-ай сондай мәйекті ойдың жілігін шағып майын ішпеген екен деп сәл қоңылтақсып қалар болсаңыз, рухани сұранысыңызды осы кітап өтеріне сенімім кәміл. Менің философиям: әркім өзінің өмірлік тәжірибесі үшін жауап береді. Әрбір ой болашағымызды қалыптастырады. Нақ осы сәт күш-қуатымыздың қайнары. Бәріміз өзімізге көңіліміз толмағандықтан, әрі өзімізді кінәлі сезінгендіктен азап шегеміз. Әркімнің көкейінде осындай ой бұғып жатыр. Бұл тек ой ғана, ал ойды өзгертуге болады. Өкпе, реніш, өзгелерді кінәлау және өзіңді кінәлі сезіну денсаулыққа зиянын тигізеді. Өкпе, реніштен арылу тіпті қатерлі ісіктен де емдеп айықтыра алады. Егер өзімізді ынта-шынтамызбен сүйе алсақ, бәрі оңғарылады. Біз өткен шақтан арылып, бәрін кешіруге тиіспіз. Өзімізді сүюді үйренуге талпынуымыз керек. Өз болмысымызды қаз қалпында қабылдап, құрметтеу болашақта оң өзгерістерге жетудің кілті. Бойымыздағы дертті жеңуімізге өзіміз міндеттіміз. Өзім бір бөлшегі саналатын тіршіліктің толассыз ағынында бәрі тамаша, тұтас әрі кемел. Бірақ өмір үнемі өзгеріп отырады. Ол бастауды да, ақыры да жоқ, материя мен тәжірибенің шыр айналасы ғана. Өмір қозғалыссыз қатып қалған нәрсе емес. Оның ешбір сәті енді қайталанбайды. Мен ғаламның ажырамас бір бөлшегімін. Мен бақыттымын. Жаратушы берген күш-қуатты қалағанымша пайдаланамын. Өмірдің әр сәті өткен шақтан болашаққа барар жолдағы аттаныс нүктесі. Мен үшін өзгеріс нақ осы жерден дәл қазір басталады. Менің әлемімде бәрі тамаша. Мен неге сенемін? Задында өмір өте қарапайым. Біз не берсек, сол өзімізге қайтып оралады. Өзіміз туралы ойымыздың бәрі өмір шындығына айналады. Барлығымыз мені қоса алғанда өмірімізде болған жайттың бәріне, жақсысына да, жаманына да жауап беретінімізге сенімдімін. Әрқайсымыз ойымызбен, сезімімізбен өмір жолымызды қалыптастырамыз. Әр түрлі жағдайды өзіміз туындатамыз да, содан соң күш-қуатымызды сарп етіп, көңілімізді ортайтқан кінәнің бәрін біреуге арта саламыз. Өміріміздің бірегей ойшылдары
өзіміз болғандықтан оны ешкім ештеңе билеп төстей алмайды. Санамыз тұнық, ойымыз жинақты болғанда ғана тірлігіміз оңғарылады. Адамдар маған жамандық жасауға тырысады, немесе бәрі маған көмектесуге дайын тұрады деген пайымның қайсысы сізге тән деп ойлайсыз? Өйткені осынау иланымдардың әрқайсысы әрқилы жағдайларды қалыптастырады. Өзіміз және өміріміз туралы түсінігіміз ақиқат мазмұнға ие болады. Ғалам әрбір ойымызды, сенімімізді қолдап қуаттайды. Бұлайша айтқанда, сенгіміз келетіннің бәрі түп санамызға жазылып қалады. Яғни өзім туралы және өмір туралы түсінігім мен үшін, ал сіздікі өзіңіз үшін өмір шындығына айналады. Біз не ойласақ та, қалай ойласақ та, таңдау еркі өзімізде. Осыны түйсіне келе, адамдар маған жамандық жасауға тырысады гөрі бәрі маған көмектесуге дайын тұрады деген тұжырымды таңдаған жөн. Құдіретті күш ешқашанда бізді кемсітіп, сынап мінемейді. Ол бізді бар болмысымызбен қабылдайды, ал содан соң иланғанымыздың өрнегі өмір жолымызға түсіреді. Егер өмірдің сұрқайлығына, өзіміздің жалғыздығымызға, мені ешкім ұнатпайтынына сенгім келсе, онда бүкіл тірлігім солай болып шығады. Егер мына дүниенің махаббатқа бөленгеніне, оны алғаусыз сүйетініме және қарамта сезімге келетініме өзімізді сендіріп, осы аффирмацияны бірнеше мәрте қайталасам, сол иланым шындыққа айналады. Мен ардақтайтын адамдар өміріме дендей етіп еніп, олардың сезімі бұрынғыдан да арта түседі. Соған сәйкес өзім де, өзгелер де ықылас, пейілі мен жүрек жарды тілегімді оңай білдіре аламын. Көпшілігіміз өзіміздің кім екенімізді және өмір сүру үшін қандай қатаң ережелерді ұстанатынымызды дұрыс түсінбейміз. Мұны кінә артып, сынап мінеу үшін айтып отырған жоқпын. Өйткені әрқайсымыз күш-жігеріміз бен қабілетімізге қарай бәрін жақсы істеуге тырысамыз. Егер біз кемелдікке жетіп, өзіміз бен өмірімізді жете түсінсек, онда әрине бәріне басқаша жасар едік қой. Қалыптасқан жағдайға бола өзіңізді жазғырмаңыз. Өз ахимен танысқаныңыздың өзі өміріңізді жақсы жаққа қарай өзгертуге даяр екеніңізді білдіреді. Сол үшін өзіңізге алғыс айтыңыз. Ерлер жыламайды, әйелдер ақша ұстай алмайды деген қасаң көзқарастар бізді тар құрсауға қуып тығады. Өзімізге және өмірге деген көзқарасымыз ересектердің ықпалы мен кішкентай кезімізде қалыптасады. Нақ сол кезде өзіміз туралы және өмір туралы алғашқы түсінігіміз қалыптаса бастайды. Егер бақытсыз, ызақор, секемшіл немесе өзін кінәлі сезінетін адамдардың ортасында өмір сүрсек, онда өзіміз бен қоршаған орта жөнінде жағымсыз ой санамызға сіңіп кетеді. Ісім шала, үнемі қателесемін, бұған өзім кінәлімін. Ызадан жарылардай болып тұрмын, демек жаман адаммын деген ой пікірлер бізді мұңға батырып, түңілтіп жібереді де алдағы өмірімізді қиындата түседі. Есейе келе, балалық шағымызда бастан өткерген эмоциялық ахуалға қайта орала береміз. Жақсы ма, жаман ба, дұрыс па әлде бұрыс па, анығын айту қиын. Әйтсе де, бұл біздің санамызда үй, отбасы ұғымдарымен шендеседі.
ата-анамыздың өз ара және бізбен қарым-қатынасын негізге алып жеке өмірімізді құрамыз. Сүйіктіміз бен бастығымыздың көбіне шешемізден немесе әкемізден аумай қалатын кездейсоқ емес, ата-анамыз бізге қалай қараса өзіміз туралы дәл сондай ойда боламыз. Солар сияқты өзімізді жазғырып жазалаймыз. Мұқият құлақ түрсеңіз, отбасыңызда естіп өскен сөздерді өзіңіз жиі қолданатыныңызды аңғарасыз. Егер бізді бала кезімізде жақсы көріп, мейірімін төксе, есейген соңда өзімізді аялап әлпештейміз. Сен ақ үнемі бәрін қате істейсің, бәріне сен кінәлісің деп өз-өзіңізді жиі айтпаған шығарсыз. Сен ғажапсың, мен сені риясыз сүйемін деген қолпаштау сөзді ше, қазір өзіңізге жиі айтасыз ба? Қалай болғанда да ата-анама кінә артпаймын. Бәріміз бір кездері құрбан болғандардың ұрпағымыз. Бәлкім ата-анамыз өздері білмейтін нәрсені бізге үйрете алмаған шығар. Егер анаңыз не әкеңіз өз-өзін ардақтауды білмесе, онда әрине мұндай қасиетті сіздің бойыңызға дарыта алмайды. Олар қолынан келгенін жасап бақты. Өздеріне бала кезде қалай үйретті, солай істеді. Ата-анаңызды жете түсінгеніңіз келсе, оларды балалық шағын еске алуға көндіріңіз. Әңгімесін төзіммен тыңдасаңыз, олардың қорқынышы мен қырын көзқарасы қайдан шыққаны түсінесіз. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің. Демекші, бала шағаңызда ата-анаңыздан не көріп өссеңіз, сіз де олардың ісін айна қатесіз қайталайсыз. Ата-ананы өзіміз таңдаймыз. Әр қайсымыз белгілі бір кеңесте, нақты бір уақытта рухани жетіліп, ілім-білім мен өмірлік тәжірибе алу арқылы осы дүниеге келеміз. Біз жынысымызды, терімізді, түсін туып өсетін елімізді таңдаймыз. Содан соң өмір салтымызға сай келетін образдағы ата-ана іздейміз. Кейін есейген шақта оларды айыптап, осының бәріне сендер кінәлісіңдер деп жыламсырамаймыз. Ал шынтуайтына келгенде ата-ананы өзіміз таңдап алдық. Өйткені біздің өмірлік мұратымызға, тағдыр жолымызда кездесер сынақтарға олар мүлтіксіз сәйкесіп тұр. Сенім жүйемізді балалық шақта қалыптастырамыз, ал содан соң ғұмыр бойы соған сәйкес келетін жағдайларды бастан өткереміз. Өткен шағыңызға көз тастаңызшы, әдебір жағдаятқа жиі ұшырағаныңызды байқар едіңіз. Осы проблема ұзаққа созылып, соншалықты елеулі болады ма? Әлде өміріңізге қандай да бір қауіп-қатер төндіреді ме? Ол жағы еш маңызды емес. Олар өмірлік көзқарасыңыз бен сеніміңізді айналадан көргенімізді дәл айқын көрсетіп тұр. Нақ осы сәт күш-қуатымызды қайнары. Өмірімізде осы сәтке дейін болған жайттың бәрі өткен шақтағы иланымыз бен ой пікіріңізден және кеше алдыңғы аптада өткен айда былтыр 10, 20, 30, 40 жыл бұрын тіпті одан да ертерек айтқан сөзіңізден туындайды. Дей тұрғаныммен бұл сіздің өткен шағыңыз, ол оралмайды. Енді тап осы сәтте не ойлайтыныңыз және неге сенетініңіз маңызды. Өйткені ойыңыз болашағыңыздың негізін қалайды. Нақ осы сәт күш-қуатыңыздың қайнары. Ертеңгі келесі аптадағы, келер айдағы және тағы да басқа қарекет
қылығыңызды нақ солай айқындайды. Тап қазір не ойлап отырғаныңызға көңіл бөлуіңіз жөн. Ой пікіріңіз жағымды ма, әлде жағымсыз ба, оларды есте сақтап, одан әрі көңілің көкжиегіне ұстаңыз. Өмірде ең маңыздысы ой, ал ойды әрқашанда өзгертуге болады. Алдымызда қандай проблема күтіп тұрғаны маңызды емес. Біздің қарекет қылығымыз бар болғаны ой пікіріміздің сәулелілігі көрінісі ғана. Егер торығып, түңіліп жүрсеңіз, бұл өзіме еш көңілім толмайды деген ой түюдің нәтижесі. Осы ой өзіңізді ырқына көндіре, сезімді қалыптастырады. Қайткенде де ой болмаса сезім болмайды, ал ойда өзгертуге болады. Осының бәрі сеніміміздің қайдан бастау алатынын көрсетеді. Бірақ бұл ақпаратты өзінің сырқатын немесе келеңсіз жағдайын айтып, қақсай берушілікті ақтап алу үшін пайдалануға болмайды. Кереғар көңіл ауанымыз қанша ұзаққа созылса да, бәрібір өткен шаққа ештеңе істей алмаймыз. Нақ осы сәт күш-қуатымыздың қайнары. Осыны сезінудің өзі неткен ғажап. Біз еркін өмір сүруді тап қазір бастап кете аламыз. Сенерсіз бәлкім, сенбессіз, ойымызды өзіміз таңдаймыз. Үйреншікті әдет бойынша бір нәрсені қайта-қайта ойлай береміз. Сондықтан әлгі ойды өзіміз таңдайтынымызды сезбей қаламыз. Өзіңіз туралы жақсы ойлағыңыз келмеген кездер жиі болады ма? Еске түсіріп көріңіз. Біз таңдау еркіндігіне иеміз. Сондықтан жағымсыз ойдан бас тарту өз қолымызда. Қабылдауыма келген адамның бәрі өзін жек көріп, кінәлі сезінгендіктен азап шегіп жүргендей көрінеді. Өзімізге көңіліміз толмай, неғұрлым жек көріп, кінәлі сезінген сайын тірлігіміз соғұрлым сәтсіздікке ұшырай береді. Керісінше, өзімізді көбірек құрметтеп, азырақ кінәласақ, сол арқылы өмірдің барлық саласында толағай табысқа жетеміз. Ақыл кеңесіме жүгінген адамның бәрінде өзіме көңілім толмайды деген ой терең бекітілген. Бұған тағы барымды салсам да ісім өнбейді, немесе мен лайық емеспін деген күмәнді ой қосуға болады. Бұл сізге таныс шығар. Өзіңізге көңіліңіз толмайтынын жиі айтасыз ба? Дәл осы солай өзіңізді олқы сезінесіз бе? Барлығы, бірақ кім үшін? Кімнің стандартына сүйеніп солай ойлайсыз? Егер бұл пікір санаңызға берік орнасып алса, онда өміріңізді қалай гүлденіп, сүйіспеншілікпен бөлейсіз, қалай қуанышқа кенелесіз? Түп санаңыздағы сенім қайткенде тірлігіңіз бен қарым-қайшылыққа түседі. Өйткені ойыңызды ешқашан толық жинақтай алмайсыз. Бірі қалай да қиыс кетер еді. Өкпе, реніш, өзіңді сынау, кінәлау, сезіну және үрейлену ең үлкен проблемаларды тудырады. Нақ осы сезімдер біздің тәніміз бен тіршілігімізге көп қиындық алып келеді. Ал оның себебі өзгелерді жазғырып, өз қалағанымыз үшін жауап бермейтінімізде жатыр. Шындығында өмірімізде болып жатқан оқиғалардың бәріне өзіміз жауап бере алсақ, кінәлайтын да ешкім қалмас еді. Бізден тысқары жерде не болса да, ол біздің сана сезіміміздің көрінісі ғана. Мен кейбір адамдардың нашар мінез құлқын ешқашанда ақтап алмаймын. Бірақ біздің иланымызға ғана оларды еріксіз тартып, өзімізге сонша өшіге қарауға итермелейді. Жұрттың бәрі маған қарын
қарайды. Сынап мінейді, көмектеспейді, кемсітіп намысыма тиеді деген сөздерге мән беріңіз. Демек, бұл сіздің психологиялық ауаныңыз, стереотипті ойлау дағдыңыз, сірә әлде бір ойыңыз, әлгіндей қылыққа бейім адамдарды өзіңізге тартып тұрады. Егер сіз көңіл ауаныңызды өзгертсеңіз, олар аулақ кетіп, жағымсыз қилығын өзгелерге көрсете бастайды. Сіз енді оларды қызықтырмайсыз. Адамның тәни ахуалына психологиялық ауанының ықпал ету себебін келтірейін. Мысалы, бойда бұғынып жатқан ашу-ыза мен өкпе реніш ұзаққа созылса, қатерлі ісік дертін өшіртеді. Сынап мінеу және кінәлау, жазғыру үйреншікті әдетке айналса, артритке шалдықтырады. Жалпы үнемі өзін кінәлі сезіну, жазаға лайықпын деген ойды тудырып, оның соңы ауруға душар ететінін ұмытпаңыз. Маған әртүрлі дертін айтып, науқас келген кезде оның өзін қатты кінәлі сезінетінін бірден аңғара қоямын. Үрей мен егес шаштың жидеп түсуіне, асқазан жарасының және аяқ-қолға жараның қаптап шығуына себеп болады. Мен кешіру, өкпе реніштен арылып, көңілді жайландыру, тіпті қатерлі ісікті де емдеп жазатын күшке ие деген ой түйдім. Бәлкім бұл мүмкін еместей көрінер, бірақ мен осы айтылғанның шындық екендігіне іс жүзінде көз жеткіздім. Біз өткен шаққа көзқарасымызды өзгерте аламыз. Өткен шақ оралмасқа кетті. Оны өзгертуге шамамыз жетпейді. Бірақ біз ол туралы түсінігімізді өзгерте аламыз. Тап осы сәтте баяғыда біреу ренжіткені үшін өзімді жазалау ақымақтық қой. Өкпе реніш ұмыта алмай күйзелген адамдарға осы сезімнен тап қазір іс насырға шаппай тұрған кезде арылыңызшы. Хирургтың пышағына түскенде немесе өлімші халде жатқанда бәрі кеш болады. Ол кезде бойыңызды үрей билеп алады да, сауығуға бет бұру өте қиынға соғады. Ең алдымен сізді үрейден арылту үшін уақыт қажет болады дегенді жиі айтамын. Егер өзіңізді дәрменсіз әрі қорғансыз құрбан екеніңізге сендіріп алсаңыз, сізді емдеуге жұмсайтын күш-жігеріміз зая кетеді. Онда ғалам осы иланымыздың қолдайды да, жағдайыңыз күн өткен сайын нашарлай береді. Өзіңізді қанаттандырмайтын қисынсыз теріс ойды басыңыздан шығарып тастауыңыз қажет. Тіпті Құдай туралы тұжырымдамаңыз да сізге қарсы емес, ыңғайсызға жағыла қызмет ету керек. Өткен шақтан арылу үшін кешірімді болуға тиіспіз. Өткен шақтан арылу үшін біз өзімізден бастап өзгелерді де кешіруге дайын болуға тиіспіз. Бәлкім мұны қалай істеуге керектігін білмейтін шығармыз. Шын жүректен кешіргіміз келмесе де, бірақ кешіруге ниетіміз деген сөз тіркесінің өзі шипа тартар процестің басы екенін аңғартады. Өткен шақтан бас тартып бәрін кешіргенде ғана жанымызға батқан сырқаттан айыға аламыз. Мен ойлағаннан басқаша болып шыққан үшін сені кешіремін деген аффирмация ешкімге, ештеңеге байланып қалмай еркін өмір сүруімізге септігін тигізеді. Дерт кешіре алмаудан туындайды. Ауырып қалсақ, кімді кешірмей жүргенімізді білу үшін жан дүниемізге үңілуіміз керек. Таңғажайып дәрістер кітабында авторы Кеннет Уоппек
дерт атаулы өзгені және өзін кешіре алмаудан пайда болатынын, сырқаттанып қалған сайын жан жағымызға қарап кімді кешіруіміз керектігін, бей-жайлауымыз қажет екенін айтады. Ал менің бұған қосымша айтарым, басқаларға қарағанда кешіру қиынға соғатын адамды бәрінен бұрын кешіру керек. Кешірімді болу біреудің әбестігіне, айыбына түсіністікпен қарау, бірақ бұл оның қылығын ақтап алу білдірмейді. Ол өкпе реніштен, проблемадан арылу үшін керек. Көңілге қаяу салған адамды қалай кешіретініміз маңызды емес. Бастысы кешіруге деген ықылас ниетіміздің болуы. Мұның жолын жаратқан өз дәргейіне алады. Біз әрқашанда тәніміздің ауырғанын сеземіз. Алайда көпшілігіміз кешіргімге аса ділгер адамдардың да сырқатын жанына бататынына ұға қоймаймыз. Біз олардың сол кезде қолы жеткен ілім, білім мен мәліметтерді пайдалана отырып бәрін мейлінше тәуір жасауға тырысқанын түсінуге тиіспіз. Маған адамдар басындағы проблемаларын, денсаулығын нашарлағанын, қаражатының жетіспейтінін, қарым-қатынасының ақсағанын, немесе шығармашылық қабілеті кемелгенін айтқан кезде жалғыз ғана жолды көрсетіп жөн сілтеймін. Ол өзіңе сүйіспеншілікпен қарау. Өзімізді сүйіп, бар болмысымызбен қабылдасақ, өміріміз жақсара түсетініне кәміл сенемін. Сонда денсаулығымыз нығайып, көбірек қаражат табамыз, қарым-қатынасымыз да жақсарып, шығармашылық қабілетіміз шыңдала түседі. Айналамыздағы бәрі күш-жігерімізді сарп етпей-ақ өздігінен жүзеге асып жатқандай әсер береді. Өзіңді сүйіп, қауіпсіз сезіну, бәрін ризашылықпен қабылдай білу, ісіңізді әлде қайда тиянақты, қарым-қатынасыңызды мейлінше шуақты етеді. Мұндай жағдайда бұрынғыдан да жақсы жұмыспен баспананы тезірек табасыз. Тіпті салмағыңызды қалыпқа келтіресіз. Жан мен тәннің сұлулығын сақтайтын адамдар ешқашан өзіне де өзгелерге де қиғаш қарамайтыны мәлім. Қазір көңіліңіздің жайлылығы мен өзіңізді ардақ тұтуыңыз келешекте өміріңіздің барлық саласында берекелі өзгерістер бастайтын кілт болып саналады. Меніңше, өзіңізге деген сүйіспеншілік сынап мінемеудің кез келгенінен бас тартудан басталады. Сынау мен жазғыру өзгерткіміз келген стереотипті ойлауымыздың шеңберіне бізді қуып тығады. Түсіністік пен мейірімділік қана осы құрсаудан сытылып шығуымызға жәрдемдеседі. Еске түсіріңізші, сіз талай жылдар бойы өзіңізді сынап мінеумен болдыңыз. Ал содан не шықты? Үйлесімді өмір сүруге тырысыңыз. Одан әрі не болатынын көресіз. Өзім бір бөлшегі саналатын тіршіліктің толассыз ағынында бәрі тамаша, тұтас әрі кемел. Мен құдіретті күшке сенемін. Күн сайын, сәт сайын ол менің тұла бойым арқылы ағындап өтеді. Мен даналықтың дара базасын ашып, бұл ғаламда бір тұтас сананың бар екенін мойындаймын. Ол барлық сауалдардың жауабын беріп, шешімін ұсынады. Аурудың айықтырып ғажайыптар жасайды. Бір тұтас санаға сенемін. Мен білуге тиіс нәрсе дер шағында алдымнан шығады. Менің әлемімде бәрі тамаша. Проблемалар жан дүниеңізге үңілуден қорықпаңыз. Тәнім дел сал өзіме бағынудан қалды. Ол ауруды сырқырайды, сыздайды, қансырайды, буындайды.
күйдіреді, қартаяды, семеді. Көзім нашар көреді, есту қабілетім де нашарлап кетті. Бұған өзіңіз ойлап тапқан қасаң көзқарасты да қосуға болады. Бірақ бұл туралы мен талай естігенмін. Адамдармен қарым-қатынас құра алмаймын. Ет жақындарым, мен айналамдағы адамдар менен тек талап етеді, қолдау көрсетпейді, жазғырады, мені ұнатпай ығыр қылады. Өздерін мазалағанымды қаламайды, оңаша қылуыма мүмкіндік бермейді, кемсітіп айтқаныма құлақ аспайды. Осы сөздің бәрі етене таныс болар. Сіз бұған тағы не қосар едіңіз? Қаржылық жағдайым адам аярлықтай. Тұрақты табыс жоқ, бола қалған күнде мардымсыз ақша ешқашан жетпейді. Көзді ашып жұмғанша саусақ арасынан суша ағып кетеді. Тапқаным қапқаныма жетпей қалады. Бұған өз ойыңызда жүрген түйткілдерді қосыңыз. Меніңше мұның бәрін сіз де мен де бір жерден естіген шығармыз. Тірлігім оңғармай ақ қойды. Ешқашан өз қалағанымды істеген емеспін. Ешкімге жақпаймын. Не істерімді білмеймін. Қалауым мен мұқтажым еленбейді. Мені бәрі кемсіте береді. Дарынсызбын. Қолымнан ештеңе келмейді. Істі кейінге қалдыра бермеймін. Үнемі жолым болмайды. Осының бәрі таныс сөздер ғой, солай емес пе? Клиентім нен қай кезде болсын, қал жағдайын сұрасам, әлгінде келтірген жауаптардың бірін, тіпті кейде бірнешеуін қатар естимін. Адамдар әдетте өз проблемаларын білетініне жүбәс келтірмейді. Ал маған осынау жылаңқы уәж күйре шағымның бәрі олардың ойлау дағдысының психологиялық ауаның сырқаты көрінісі ғана екенін белгілі. Олардың тасасында әлде қайда ауру проблемалары жасырылып жатыр. Мен әңгімелесіп шүйіркелескен адамдардың сөзіне мұқият құлақ асып, өзім маңызды зор деп есептейтін бірнеше сұрақты қоямын. Өміріңізде не болып жатыр? Өзіңізді қалай сезінесіз? Өмір сүру үшін қалай табыс табасыз? Жұмысыңыз өзіңізге ұнай ма? Қаржылық жағдайыңыз қалай? Жеке өміріңіз ше? Соңғы махаббат хикаясы қалай аяқталды? Соның алдындағысы ше? Балалық шағыңыз туралы қысқаша айтып беріңізші. Клиенттермен әңгімелесіп отырғанда олардың бет жүзіне барлай қарап, өзін-өзі ұстауын қадағалаймын. Әсіресе сөз ауанына көбірек көңіл бөлемін. Ой ағыны мен сөз әдебі болашағымызды қалыптастыратыны белгілі. Адамның қалай сөйлеп, не айтатынын білген соң, оның басындағы қиындықтардың нақты себептерін оңай түсінемін. Өйткені сөзіміз жасырын ой пікірімізді жарқырата көрсетеді. Кейде науқастардың сөзі өздері әңгімелеп отырған қылық қарекеттеріне сәйкеспейді. Сол кезде маған олардың күнделікті болып жатқан жағдаяттарды білмейтіні, не өтірік айтып отырғаны түсінікті болады. Осы топшылаудың бірі жұмысты неден бастау керегін анықтап береді. Мен тиіспін жаттығу. Клиенттерге бір парақ қағаз бен қалам беріп, мен тиіспін деп жауап сұраймын. Сіз де жазып көріңіз. Содан соң олар осы тіркесті қолданып 5-6 сөйлем құрауы қажет. Кейбірі тіпті жаттығуды бастауға қиналады. Ал енді баз біреуін зорға тоқтатасың. Бәрін жазып болғаннан кейін маған дауыстап оқып береді. Әр жауаптан соң неге деп сұрап отырамын. Олардың жауабы қызық әрі бүкпесіз болады. Шамамен былай: анам айтты, мен солай істеуге тиіспін. Өйткені қорқамын, себебі мен мінсіз болуға тиіспін. Өйткені мен өте жалқаумын. Ұзын
бойлымын, артық салмағым бар, тым арықпын, томаға тұйықпын, өте ұсқынсызбын, бос белбеумін және тағы да басқа. Бұл жауаптар клиентімнің қасаң көз қарасқа байланып қалғанын, өздерін тар құрсауға тығып тастағанын көрсетеді. Жауаптарға түсінік бермесең, сабақтың соңында олармен тиіс тақырыбын қатысты әңгімелесемін. Осы сөз арасы асыра айтқаным емес, ең ауыр сөздердің бірі екеніне шүбәланбаймын. Шын мәнінде біз оны дұрыс айтамыз. Бұл сөз бір кезде қателік жасағанымызды, қазір немесе болашақта кетілікке ұрынатынымызды меңзейді. Өмірде барынша қателеспегеніміз жөн. Бізде таңдау еркіндігі болуға тиіс. Егер шамам келсе, сөздік қордан тиіспін сөзін бір жола алып тастап, орнына мен істей алар едім деген тіркесті қояр едім. Өйткені ол қателеспеуімізге мүмкіндік береді. Сосын сұхбаттасушыларымның егер шынымен көңілім қаласа істей алар едім деген сөздермен бастап әлгі жауаптарын түгелдей қайталап тағы да оқып шығуын сұраймын. Бұл ретте жауаптың бәрі жаңа қырынан көрінеді. Жаттығудың аяқталғаннан кейін оны оқып шығуын өтінемін және әр сөйлемнен соң «Ал неге олай істемедіңіз?» деп сұраймын. Міне сонда мен бұлай болғанын қаламап едім. Жүрексіндім, қалай істеу керегін білмедім. Өйткені шама шарқым жетпеді және сыңайлы жауаптар естідім. Кейбіреуінің өз еркінен тыс жасалған әрекеті үшін жылдар бойы қуыстанып жүзеге аспаған жоспарлары мен арман аңсары үшін өздерін жазғыратынын анықталады. Көбіне көп олар өзгелердің айтқанына еріп әрекет жасаған. Енді осыны ұққан олар жаттығулар мен орындай отырып тиіспін деген сөйлемдерді белінен бірақ сызып тізімнен шығарып тастайды. Сол сәтте ақ олар жеңілдеп қалады. Жылдар бойы өз қалауына қарсы тұрып, тек ата-анасының көңіліне қарай мамандық таңдаған адамдарға қараңызшы. Әке-шешесі ол тиіс, дәрігері немесе мұғалім болуға тиіс деп есептеді. Біз көбіне өзімізді өзгелерден төмен санағаннан азап шегеміз. Өйткені әлде біреу бір туысқанын үлгі тұтып, біз де бай, бақуатты, әдемі болуға тиіспіз дегенді. Ал енді тиіспін естігін тізімін сызып тастау арқылы арқаңыздан ауыр жүк түскендей жеңілдеп қалған. Сіз не істер едіңіз? Жаттығуды орындап шыққан сұхбаттастарым өмірге басқаша көзбен қарай бастады. Олар жай ғана міндетті саналғанына, бұлар өзгенің ерік жігері мен тілек қалауына қарама қайшы қылық жасаған түсінді. Бас тарту арқылы біреуді ренжітіп алудан қауіптенді. Өзгенің көңілін табуға тырысты, немесе өздерін осылар қатарына қосты. Мәселе енді басқаша сипат алды. Достар, сабағымыз әлдекімнің стандартына сай келмегенге бола өзіңізді қателестім деп кінәлі сезінуден арылатын процестен бастадым. Содан соң әдеттегідей осы кітаптың басында айтылған тіршілік пәлсапамен таныстырамын. Оның мәнісі мынадай: өмір шынында да өте қарапайым. Не ексең, соны орасың. Өзгеге бергеніміз өзімізге еселеніп қайтады. Біз неге сеніп, нені ойласақ, ғалам соған толық қолдау көрсетеді. Бала кезден-ақ ересектердің селбеуі мен өзімізді бағалауды үйренеміз. Жылдар өте келе мейлі қандай болса да иланымыз амал әрекетімізден көрінеді. Психологиялық ауаның әрқилы нұсқасы бар.
Нақ осы сәт күш-қуатымыздың қайнары. Өзгерістер тап қазір, нақ осы минутта басталуы мүмкін. Өзіңізді сүйіп ардақтаңыз. Клиенттерім мен шәкірттерімді қандай проблемалар толғандырса да, әрқайсысына күн сайын қоятын бір ғана талабым бар. Ол өзіңді сүй деп аталады. Сүйіспеншілік таңғажайып әсері бар дәрмек. Өзіңді сүю деген өміріңе керемет мән дарытуды білдіреді. Бұл арада доңғайлықты, тәкаппарлықты немесе менмендікті меңзеп тұрғаным жоқ. Өйткені олар махаббат емес, бар болғаны қорқыныш қана. Өзіңді ардақтап, тәнің мен ақыл-ойыңның алдына бас иіп алғыс білдіруді айтып отырмын. Мен сүйіспеншілік деген сөзді қалай түсінемін? Бұл жүрегімдегі шексіз іңкәрлік, ынтызарлық сезімі. Сүйіспеншіліктің сан алуан түрі бар. Мен мысалы өмірдің барлық қырын жер басып тірі жүргенімді, айналамдағы сұлулықты, өзге адамды, ілім-білімді, ойлау процесін, өз тәнімді және оның атқаратын қызметін, аң, құстар мен балықтарды, көкөністердің барлық түрін, ғаламды және онымен байланысты дүниенің бәрін жақсы көремін. Ал сіз бұған тағы не қосар едіңіз? Өз-өзімізге не көңіліміз толмайды, енді соны қарастырып көрелік. Ұдайы өзімізге ұрсып, сынай береміз. Тағамды, ішімдік пен есірткіні жойдасыз пайдаланып, тәнімізге қиянат жасаймыз. Мені ешкім ұнатпайды деп өзімізді соған сендіріп аламыз. Еңбегімізге сай ақы талап етуден тартыншақтаймыз. Ауруды өзіміз өршітіп аламыз. Өзімізге пайда әкелетін істі кейінге ысырып қоямыз. Берекет ретсіз жағдайда өмір сүреміз. Қарызға белшеден батып ауыртпалық арқылаймыз. Өзімізді кемсітетін жандарды қасымызға жинап аламыз. Ал сіз өзіңізге көңіліңіз толмайтынын қалай білдіресіз? Бойыңыздағы жақсы қасиеттің бәрін теріске шығаруда, өзіңізді жек көрудің бір белгісі. Осы арада көзілдірік тағатын бір науқастың басынан кеткен оқиғасы есіме түсті. Бірде ол өзін өмір бойы қинаған үрейден арылды. Ертеңіне ұйқысынан оянып, көзілдіріксіз кедергі келтіретін аңғарды, жан-жағына қарап, көз көрімі толықтай қалпына келгенін түсінді. Сөйте тұра ол сенбеймін, бұған сене алар емеспін деп күні бойы күбірлеп жүрді. Соның салдарынан көзілдірігін қайта тағуға тура келді. Мәселе мынада. Біздің түп санамыз қалжыңды түсінбейді, ал әлгі науқас ғажайыпқа кеселден айыққанына сене алмай қойды. Өзіне көңілі толмаудың тағы бір көрінісі өзін түкке тұрғысыз санау. Том деген керемет суретші болды. Ол бай бағландардың үйінің қабырғаларын безендіретін, сөйте тұра берешегін төлеуді ылғи кейінге қалдыра беретін, өзін төмен санағандықтан еңбегін дұрыс бағаламайтын, о баста келіскен еңбек ақысы төккен маңдай теріне сәйкес келмейді. Есіңде болсын, ерекше қызмет ұсынатын әр адам кез келген мөлшердегі ақыны талап етуге құқылы. Байлар қомақты ақша төлегенді жақсы көреді, өйткені мұндай жағдайда сатып алған мүлкінің де құндылығы арта түседі. Мынадай бірнеше мысал келтірейін. Ғашығыңыз шаршаңқы әрі ашулы дейік. Сіз бірдеңені дұрыс істемедім бе деп іштей қуыстанасыз. Ол сізді бір-екі рет оңаша кездесуге шақырады. Содан соң мүлде қарсы батады. Мен сірә оған лайық емес шығармын деп ойлайсыз. Некенің соңы ажырасумен тынады да, сіз бәрі күйреп біткендей күйінесіз. Жалақымды көбейтіңіз деп сұрауға бата алмайсыз.
Сырт келбетіңіз жарнама мен Vogue журналына көруге болатын сұлулық эталонына сәйкес келмегендіктен өзіңізді бейшара сезінесіз. Өз-өзіңізді дұрыс таныта алмайсыз, өйткені ондай дәрежеге лайық емес екеніңізге әбден иланып қалғансыз. Төсек қатынасынан қорқасыз, сондықтан арагедік әрі кездейсоқ байланыстарды қолайлы көресіз. Шешім қабылдай алмайсыз, себеп міндетті түрде қателескеніңізге сеніп қаласыз. Ал сіз өзіңізді олқы сезінетініңізді қалай білдірер едіңіз? Сәбидің кемелдігі. Балдырған шақта қандай мінсіз әрі сүйкімді болыңыз. Балалар мінсіз кемелдікке жетуге ұмтылуды қажеті жоқ. Олар сол кемелдіктің нағыз өзі ғой, және соны білетіндей еркелеп еркін жүреді. Олар өзін ғаламның тұтқасын ұстап тұрғандай сезінеді. Көңілі қалған нәрсені сұраудан тайсалмайды. Эмоциясын ашық көрсетуге ұялмайды. Егер ашуланса, бұл туралы төңірегінің бәрі біледі, ал күлсе жымиғанның өзі үйдің ішін жайнатып жібереді. Балалар махаббаттан жаралған әрі таңғаларлықтай батылдыққа ие. Мейірімге бөленбеген сәби шетінеп кетуі де мүмкін. Жылдар өте келе біз ересектер осы сезімсіз де өмір сүруді үйренуге мәжбүр боламыз. Ал бала бұған төзе алмайды. Ол өзінің тәнін, әрбір дене мүшесін, тіпті нәжісін де жақсы көреді. Міне, біз де сондай болдық. Бірақ есейе келе қорқыныштың құрсауында қалған ересектердің пікіріне көбірек құлақ асып, бұрынғы сүйкімділігімізді, кемелдігімізді жоғалта бастаймыз. Өздерінің өте тартымсыз екенін, мені сендіргісі келетінін, клиенттердің өзіне ешқашанда сенбеймін. Менің міндетім оларды өздерін жақсы көруге, сол бір шаққа оралту. Айнамен жаттығу. Клиенттің алдына кішкентай айна қойып, үңіле қарауды, аты жөнін атап, мен сені сүйемін, әрі бар болмысыңмен қабылдаймын деп айтуды сұраймын. Жұрттың көбі осы жаттығуды жасауға қиналады. Бұған байыппен қарайтындар ілуде біреу ұшырасады. Ал енді қуана келісіп, рақатқа бөленетіндер жөнінде сөз қозғаудың өзі бекер шығар. Біреуі көзіне жас алады, немесе жыламсырап қоя береді. Енді біреуі бұлқан-талқан боп ашуланып, өзінің қадір-қасиетін кемітіп алады. Сондай-ақ жаттығуды жасауға шамасы жетпейтініне сендіргісі келетіндер де кезекті. Бір клиент айнаны лақтырып қашып кетуге оқталды. Оның айнадағы өз бейнесіне жүгініп, жүректегі жүгінен бір жола арылуын бірнеше ай қажет болды. Көп жыл бойы мен айнаға қарағанда өзімді тек сынап жүрдім. Тіпті көзіме тік қарауға қаймыққан кездерімде есімде. Ал қазір бет әлпетімді ажарландырып, қасымды теруге талай уақытымды зая еткенім есіме түссе, күлкім келеді. Осынау айнамен жасайтын қарапайым жаттығу көп нәрсені ұқтырады. Бір сағатқа жетпей, мен кейде басқа көзге ұрып тұрған мәселенің тасасындағы басты проблеманың мәнін түсіне қоямын. Сыртқы проблеманы жоюмен ұзақта табанды түрде айналысып, енді бәрі жеңілделіп, ретке келгендей болған сәтте әлгі мәселе тағы бір жерден сопаң етіп шыға келеді.